алдыңыз отырысында мен сізге сұрақ қойған болатынмын. Сізге жедел жәрдем шақыруға не кедергі келдірді, телефоныңыз қайда болды деп. Дұрыс па? Бірақ сіздің айтуыңызша сол оқиға орнынан кейін сіздер яғни шоковый жағдайда болдым дедіңіздер. Бірақ одан кейін сіздер басқа жаққа кеттіңіздер ғой. 777 дүкеніне бардыңыздар, иә? Сіздің айтуыңызша сол оқиға орнынан кейін сіздер жаңағы Абзал, Шыңғыс, Нұрқияс, бұл сіздің сөзіңізден автокөлікке отырып тауға қарай бардыңыздар. Жолда жаңағы мен айтқан дүкенге кірдіңіздер. Дүкенге кірген кезде ол дүкен сізде сол кезде де мүмкіншілік болмады ма хабарласуға ешқайда? Когда вы зашли в этот магазин при Семёрке, была ли возможность сообщить куда-нибудь? Нет, не было возможности, потому что на тот момент я боялась. Я хотела, получается, я просила Дану, то, что, как мы думала, то, что как мы, если спустимся вниз, как до Талгара доедем, тогда вот сразу же пойдем в полицию и расскажем то, что было. Дана, мен Талғар қаласына түскен кезде, Дана екеуміз бірден полицияға барып, бәрін айтамыз деп ойлағанбыз. Жақсы. 102 арнасымен жедел жәрдемге хабарласуға қорқыпсыз. Сонда қолдарында суық қарулар бар. Ер азаматтармен түннің бір уақытында жүруге қорқпадыңыз ба сіз? Келесі сұрағыңыз. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сіз 4 баланың анасысыз ғой өзіңіз негізі, иә? 4 баланың анасы жаңа өзіңіздің бейне түсірімде сіз айттыңыз. Иә? Сол сәтте жерде жатқан баланы көргенде анасы деген шырылдап жан айқайын айтып жатыр, балаларымды өлтірмеш, баламды көмектеш деп. Сол кезде сіздің ішіңізде бір аяушылық сезім пайда болмады ма? Сонда аналық я на тот момент не видела. Мемлекеттік айыптаушы. Бұл сұрақтарды мемлекеттік айыптаушы. Я и так-то застыла. Я никогда в жизни такого не видела. Для меня это был шок увидеть человека на полу. Келесі сұрағыңыз. Жақсы, шок жағдайында қай сәтте бастап болдыңыз онда? Онда солай қойып. Я увидела то, что он лежит на полу. Яғни? Нет, драка когда была, выстрел еще был. Я вообще не поняла, что там происходило на тот момент. Я хотела разнять. Получается, я из-за этого Равиля. Я знаю то, что он знает их, как бы, они же все равно между собой общаются. Я из-за этого одного из них хотя бы думала, что успокоить. Потащила, и то он вырвался и дальше побежал. А туда я боялась идти, потому что оқ атылды о жақта. Я не знала, что мне делать. Төбелес болды, оқ атылды. Мен барынша ажыратуға тырыстым, Равильді жетектеп сол үшін алып кеттім. Негізі іс бойынша дәлдеме ретінде танылған видео түсірілім бар, бірақ қазіргі тәртіпке сәйкес біз ол видеоны әлі зерделей алмаймыз. Алайда бұқаралық ақпараттық құралдарда тараған видеоларда сіз ешқандай да шоктық жағдайда болмағансыз. Оны да мен сізге жариялауға